Hello friends. Бүгін біз ағылшын тілінде уақытты қалай сұраймыз, қалай айтамыз, сол туралы үйренеміз. Кеттік. What time is it? What is the time? Сағат неше? Do you have the time? Сағатыңыз бар ма? Could you please tell me the time? Уақытты айтып жіберіңізші. Біз нақты бір уақытты айту үшін, мысалға, сағат 9 болды деп айту үшін, It's 9 o'clock, сағат 9 болды деп айтамыз. Келесі, 9-дан 5 кетті, 9-дан 10 кетті, 9-дан 15 кетті деп айту үшін біз past көмекші сөздерін қолданамыз. Past көмекші сөзі 0 минуттан 30 минутқа дейінгі аралықта қолданылады. Мысалы, It's 5 past 9. 9-дан 5 кетті. Кеткен уақыт бірінші айтылады. 5, 5, past, өтті, 9, 9. It's 10 past 9. 9-дан 10 кетті. It's quarter past 9. 9-дан 15 кетті. Жердегі quarter деген сөз кез келген нәрсенің 4-тен 1 дегенді білдіреді. Яғни 60 минуттың 4-тен 1 бөлігі 15 минут болғандықтан quarter сөзі қолданып тұр. Келесі, It's 20 past 9. 9-дан 20 кетті. It's 25 past 9. 9-дан 25 кетті. It's half past 9. 9-дан 30 кетті. Бұл жердегі half сөзі жарты деген мағынаны білдіреді. Яғни 60 минуттың жартысы 30 минут болғандықтан half көмекші сөзі қолданылып тұр. Енді біз 9-дан 35 кетті деп айту үшін It's 35 past 9 деп айта алмаймыз. Себебі бағана айтқандай past сөзі 0 мен 30 минуттың арасында ғана жүреді. 30 минуттан 60 минутқа дейін to көмекші сөзі қолданылады. Негізінен to көмекші сөзі ға-ге, қа-ке деген жалғауды білдіреді. 9-дан 35 кетті деп айтпаймыз, енді 10-ға 25 минут қалды деп айтамыз. It's 25 to 10. 25, 25, 10, 10. Ал to, ға-ге, қа-ке деген жалғауды білдіреді. 10-ға 20 минут қалды. It's 20 to 10. Яғни бұл 9-дан 40 кетті деген мағынаны білдіреді. It's quarter to 10. 10-ға 15 минут қалды. Яғни бұл 9-дан 45 кетті деген мағынаны білдіреді. 10-ға 10 минут қалды. It's 10 to 10. It's 5 to 10. 10-ға 5 минут қалды. It's 10 o'clock. Сағат 10 болды. Достар, көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Рахмет.